Отбасы деген не? Отбасы әр адамның шағын отаны. Отбасына әкең, анаң, атаң, әжең, аға әпкелерің, іні қарындастарың кіреді. Қазақ отбасының қалыптасқан әдет-ғұрыптары бар. Үлкенді сыйлау, айтқан ақылдарын тыңдау. Отбасының үлкендері кішіге ақылшы, қамқоршы, кіші көмекші. Үй ішіндегі әр адам өз шама шарқына қарай еңбек етеді. Анаң үй тазалығына қарайды, тамақ жасап, кіріңді жуады. Бала тәрбиесіне көңіл бөледі. Әкең еңбек етіп, отбасын асырайтын табыс табады. Ауладағы тіршілікпен айналысады, мал қарайды. Атаң мен әжең барлық іс-әрекетке басшылық жасап, ақыл кеңес береді. Ал үйдегі балалар ата-анасының қолғанаты. Олар шамасына қарай бір-біріне көмек береді. Дастархан әзірлігіне, үй тазалығына, аула тазалығына көңіл бөледі. Сен не істей аласың? Менің отбасым және достарым. Бірінші сабақ. Менің отбасым. Екінші тапсырма. Тыңда. Ақпараттың дұрыс, бұрыс екенін анықта. Дананың отбасы үлкен. Бүгін демалыс. Дананың атасы мен әкесі теледидардан футбол ойынын тамашалап отыр. Атасының жасы 70-те. Көзі нашар көреді. Теледидарды көзілдірік киіп қарайды. Анасы мен әжесі ас үйде тамақ дайындап жүр. Дананың әпкесі үнемі анасына көмектеседі. Ол ыдыс жуады, дастархан жаяды. Дана інісін ойнатады. Ол 4 жаста. Тәттіні өте жақсы көреді. Кейін, после гласных. Бірінші жақ. М. Балам. Екінші жақ. Ың. Ыңыз. Балаң. Балаңыз. Үшінші жақ. С. С. Баласы. Әкесі. Дауыссыздан кейін, после согласных. Бірінші жақ. Ым. Қаламым. Дәптерім. Екінші жақ. Ың. Ыңыз, іңіз, қаламың, дәптерің, қаламыңыз, дәптеріңіз. Үшінші жақ. Қаламы, дәптері.